Мен Жамбыл облысы Сарысу ауданы Саудакент ауылы Байқадам Қышқынбаев атындағы орта мектебінің 8 сынып білім алушысы Азамат қызы Ақторған. Сіздерді келіп жеткен айтулы мереке жеңіс туының желбірегеніне 75 жыл толуымен шын жүректен құттықтаймын. Елімізге амандық пен бейбітшілік тілеймін. Осы мерекеге орай мен өзімнің ардагер нағашы атам Борсығов Қыдырәлі жайлы айтқым келіп отыр. Борсығов Қыдырәлі атам 1926 жылы Жамбыл облысы Сарысу ауданы Үшбас ауылында дүниеге келген. Октябрь колхозында 4 жыл білім алған. Октябрь колхозын бітіріп әскерге аттанды. Гуськ қаласында 40 күндік тексерісте болып, 1944 жылы Егір қаласына ауыстырылды. 1945 жылы Жапон соғысы басталып, Шергеген зонасын қарауылдады. Соғыстан кейін 1947-48 жылдары Устьян орталық полигонда әскери қызметте болды. Жапон соғысын жеңген үшін, Германияны жеңген үшін марапатталды. 1949 жылы туған жерге оралып, соғыстан кейінгі қиын жылдарда совхоз бен колхозда жұмыс жасап, халық жағдайын жақсартуға өз үлесін қосты. 1985 жылы зейнеткерлік демалысқа шықты. 2012 жылдың 7 ақпанында 89 жасында дүниеден өтті. Тараз қаласындағы Жеңіс саябағында аты мәрмәр тасқа қашалып жазылған. Мен нағашы атамды және де майданда болған басқа да қару асынған ата-апаларымды мақтан тұтамын және де шексіз алғысымды білдіремін. Менің атам жайлы эссе жазуыма және де қашықтықтан эссе байқауына қатысуыма ықпалын тигізген қазақ тілі пәнінің мұғалімі Мәдібекова Күләш апайға алғысымды білдіремін. Аман болыңыздар, сау болыңыздар.